Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы өнер философиясы. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: өнер философиясының негізгі категориялары, философия тарихындағы өнер феномені, өнерді зерттеудің заманауи философиялық тәсілдері. Эстетика сөзі грек тілінен аударғанда қазақша бағаламасы сезіну, сезімдік деген мағынаны береді. Эстетика адамның дүниені эстетикалық тұрғыдан ұғынып түсіну заңдылықтары туралы, әсемдік заңдарын арқау еткен шығармашылықтың мәнісі мен формалары туралы ғылым болып табылады. Эстетиканың жеке философиялық пән ретінде негізін қалаған Александр Готлиб Баумгартен. Ол 1714-1762 жылдары өмір сүрген. Эстетика сөзін 1735 жылы жарияланған поэзия туралы қысқаша трактатында ойлап тапқан болатын. Эстетикалық ойлардың тарихына тоқталар болсақ, эстетика ғылым ретінде осыдан 5000 жыл бұрын Мысырда, Вавилонда, Үндістанда және Қытайда қалыптасып, ежелгі Грекия мен Римде кеңінен дамыған. Платонға сәйкес, сұлулық дегеніміз абсолют, мәңгілік және өзгермейтін сезімнен тыс идея. Өнер туғызатын сезім иірімдері осы идеяның көрінісі ғана болып табылады. Платон эстетикалық сананы негізінен ғажайып ғаламның біртұтастығы мен тәртібін көрсететін, игілік, ақиқат және махаббаттың тұтастығы болып келетін көркемдік идеясы ретінде түсіндіреді. Ал Аристотель эстетикалық танымның дәл еліктеушілік қырына үлкен мән беріп, оны табиғатқа көркем жолмен еліктеуге, яғни мимесиясыге негізделген адам қабылдауының туа біткен қасиеті деп сипаттады. Сонымен қатар Аристотель эстетикалық жақтың моральдық қырында басып айтып, оны адамгершілік тазарудың құралы ретінде түсіндіреді, яғни катарсис ұғымын пайдаланады. Мимесис бұл басқалардың сөздерін сөйлеу немесе жеткізілімін қайталау, қайта құру немесе қайта құру үшін риторикалық терминді айтамыз. Катарсис грекше тазару деген мағына береді, яғни адам жаны мен тәнін тазарту, рухтық және ағзалық жаңаруды білдіретін ұғым. Иммануил Кант өзінің эстетикалық туралы ойларын алғаш эстетикалық мазмұн жөнінде жүйелі және нақты теорияны қалыптастырған ғалымдардың бірі. Ол оны индивидуалды талғам мен әлемді объективті жолмен қабылдауды біріктіретін сезімдік толқу, яғни мақсатсыз мақсаттылық деп анықтайды. Ал Гегель эстетикалық сананы сезімдік формада берілген абсолюттік идеяның дамуының бір сатысы деп есептеді. Оның өзін, яғни өзін-өзі тану деп түсіндіреді. Шиллер эстетикалық сананы тарихи және ұлттық шеңбердегі шарттармен негізделген деп түсінеді. Ол алғашқы қауымдық, яғни антикалық өнерді өзіндік бір уақыттан тыс идеал, ой мен сезім біріккен, адамгершілік пен сұлулық біріккен тұтастық деп қарастырады. Сол себептен автор шынайы өнерді адам болмысын үйлесімді етудің құралы, адамның сыртқы бөлшектенуі мен қоршаған орта және адам болмысының ішкі бөлшектенуін еңсеру деп есептейді. Фридрих Шеллинг эстетикалық қабылдауды философия, ғылым және дінді біріктіретін, шығармашылық интуиция арқылы материя мен рух арасындағы алшақтықты жеңуге қабілеті бар танымның ең жоғарғы түрі ретінде түсінеді. Жалпы эстетиканың негізгі категорияларына тоқталар болсақ, үйлесімділік. Үйлесімділік белгілі бір біртұтастықты құрастырып отырған бөлшектер элементтерінің сыртқы қарама қайшылық өлшеміне сай бірлігі. Сұлулық. Материалдық және рухани дүниенің адамды ләззатқа бөлейтін сипаты, әсемдік, әдемілікпен тектес эстетикалық ұғым. Сұлулық объектілердің сыртқы және ішкі қырларын бірдей қамтиды. Ал әсемдік құбылыстардың сыртқы көзге түсетін және пішіндік ерекшеліктерін эстетикалық тұрғыдан қабылдауға жатады.
Асқақтық жоғарғы құндылығы мен адамды шаттық сезімге бөлейтін эстетикалық ұғым. Трагедиялық қатты күйзелістерді бастан кешіріп, қайғы қасірет көру, адамның сезімі мен санасын електен өткізіп, жан сарайын тазартады. Соның нәтижесінде адам бойында келеңсіз, жайсыз құбылыстарға деген өшпенділік туындап, ерік жігер қаһармандықта шынығады. Комедиялық белгілі бір әлеуметтік құбылыстың, адамдар іс-әрекеті мен мінез құлқының, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрінің алдыңғы қатарлы қоғам мұратына тарихи тұрғыдан сәйкес келмеуіне мысқыл түрінде көрінеді. Комедия өнерде әртүрлі жанрларда кездеседі. Мысалға, сатира, юмор, әзіл, әжуа деген секілді. Тағы да философия тарихындағы кездесетін, эстетика бөлімінде кездесетін бұл эстетикалық талғам ұғымы. Эстетикалық талғам дегеніміз не? Эстетикалық талғам әртүрлі эстетикалық қасиеттерді көңіл-күй сезімімен бағалау, ең алдымен сұлулықты, әсемдікті ұсқынсыздықтан ажырата білу жөнінде қоғамда практика қалыптастыратын адам қабілеті.